Керемет табиғи майлар. Мына жерде қарасаңыздар, күрке тауық майы. Мен сіздерге үнемі айтам, мен үйде сұйық майды мүлдем қолданбаймын. Уже 1 жылдай болды. Осындай майларға үйренгенбіз. Бұл жерде күрке тауық майы. Сонымен қатар мынау тауықтың майы, кәдімгі тауықтың майы. Күнделікті бауырсаққа, балық қуырғанға осы майларды қолданамыз. Осындай 2 коробка қылып алдырып алдым. Мына жерде үй тауығының майы. Қараңыздар, неше түрлі, қазір барлығы да дайын. Өзіңізге, отбасыңызға, жаныңыз ашыса, осындай табиғи майларды алып қойғандарыңыз дұрыс. Мына жерде осындай жылқының іш майы. Дәл осы майға мен бауырсақ пісіремін. Бұлар қазір енді көбісі иістері жоқ па, иісіне қалай шыдайсыздар деп нетуі мүмкін. Біз енді уже үйреніп кеткенбіз иісіне. Лучше зиянды нәрсені жегеннен гөрі күнделікті тамаққа қолданғанға бұл майлар енді өте керемет. Мінекей тауықтың майы, мынау да тауықтың майы, іш май. Ал енді мына екінші коробканы да ашып жатырмын. Бұл жердегі де байлықты да көрсетіп қояйын. Бұл осындай кәдімгі жылқының қазылық майы. Қазыға салатын май бар ғой. Жылқының қазылық майы ертілген. Сонымен қатар мынау күрке тауық майы және де мынау топленка. Күнделікті выпечкеге, торт, пирог пісіргенде осындай табиғи, құрамы таза, 82% майдан жасалған және қаймақтан жасалған табиғи күшті осындай биомайдың топленка деген майы бұл. Мына жерде жылқының ертілген майы, қазылық майын көрсеттім, жаңа іш майын көрсеттім. Мынау ертілген осындай банкада да жүреді, баклажкаде, мына топленка осындай. Мына жерде осындай банкде неше түрлі майлар. Бұл менің ең сүйікті табиғи гхи майы. Кәдімгі 82% таза ертілген сары майды тортасынан ажыратып, әбден қайнап, оның тортасында осындай әдемі күн сияқты алтын түсте сары гхи майы қалады. Бұл енді бізде бұрын әжелеріміз жасайтын. Қазір осындай дайын түрлері бар. Үй жағдайында дайындалған табиғи майлар. Бұл да кәдімгі мынандай гхи майының осындай литровый банкадағы түрі. Күрке тауық майы мынау банкадегі. Мынау топленка тоже. Мінекей менің 1 жылға жететін байлықтарым, кәдімгі балық қуыруға, бауырсақ қуыруға, күнделікті тамақты жасауға, выпечкеге қосуға осындай керемет табиғи зиянсыз майлар. Алам десеңіздер, биомайдың парақшасын тастап кетемін. Биомай енді көп жерлермен жаңағыдай енді сотрудничество дейміз ғой. Көп жерлерде бұл майды біледі. Біздің Ақтөбе қаласында да сатып жатқан магазиндер бар екен. Бірақ именно мен сол Шымкент қаласынан, прям сол жасайтын кісінің өзінен аламын осындай табиғи майларды. Қазылық май, мен ең жақсы көретін майым қазылық май. Күнделікті тамаққа қосуға пайдаланамын. Сонымен қатар іш майын мен бауырсақ, балық қуыруға пайдаланамын. Мына жерде топленка, жаңа айттым, выпечкеге, тәттілер жасағанда, печенье, торт жасағанда осы топленканы пайдаланамын. Гхи майын постоянно негізі таңғы асқа, жұмыртқа қуырғанға өте жақсы. Қазір кезде үлкен кісілердің көбісінде өте толған, асқазаны жаңағыдай ауыр майлы тамақтарды қорыта алмайды, көтере алмайды деген сияқты. Сол себепті соның алдын алу үшін денсаулыққа инвестиция деп осылай 1 жылға жететін запас алдыртып қойдым мен биомайдан. Керемет, алдыртсаңыздар болады. Міндетті түрде WhatsApp номерін, Instagram'ын сақтап алыңыздар. Осылай негізі көптеп алып қойсаңыздар, бір ақшасын төлейсіздер да, одан кейін біраз уақытқа жетеді ғой. Үлкен кісілер әсіресе үйде ата әжелеріңіз, аналарыңыз, әкелеріңіз болса, міндетті түрде денсаулықтарына жандарыңыз ашса, тіпті кішкентай балаларыңыздың осындай керемет табиғи майларды алып осы бастан үйренген дұрыс деп ойлаймын. Күнделікті енді бәрібір тамақ пісіреміз ғой барлығымыз. Хотя енді прям ПП-ға идеальный күшті отырып кетпесек те, осындай кішкентай дүниеден бастап, майдан бастап хотя бы өзгертейік. Мінекей дәл осы жылқының іш майына пісірілген бауырсақ.